Хабар агенттігінің тапсырысы бойынша Джейвис ұсынады. Құйрығы жоқ, жалы жоқ, құлан қайтып күн көрер. Аяғы жоқ, қолы жоқ, жылан қайтып күн көрер. Шыбын шықса жаз болып, таздар қайтып күн көрер. Жалаң аяқ балапан, қаздар қайтып күн көрер. Ниетін емеурінмен білдіріп, лебізін астарлап жеткізген ұлы даламның қайран ойшылдары-ай. Неткен дана, неткен парасат дедіңіздер. Асан бабамыз неліктен қайға атанды? Кім үшін қам жеді? Әрине, ең алдымен ел үшін. Бағзы заманда елдің іргелі болуының алғы шарттарының бірі сауда еді. Ол кезде жәрмеңкелер, керуен сарайлар немесе базарларды иемдену қол жетпейтін арман еді. Аталмыш нысандарда үлкен ұлыстар мен тайпалар бірігіп иелік еткен еді. Бұндай ұлыстар тез өсіп өніп, еліне ел, жеріне жер қосады. Бірақ ұлы дала төсіндегі біздің бабаларымыз жәрмеңкелер мен керуен сарайларды бұлай қойғанда, трансконтинентальды транзиттік дәлізді иеленген десек артық айтпаған болар ек. Қазіргі тілмен айтқанда, заманауи жабдықталған соңғы үлгідегі логистика біздің бабаларымызға тиесілі. Ол Ұлы Жібек жолы. Бәлкім Асан Қайғы бабамыз Жібек жолының қайта жаңғыруын, ұлтымыздың ұйысуын, әлеуетіміздің артқанын, дәулетіміздің тасығанын қалаған шығар. Ежелгі және орта ғасырдағы сауда нысандарының негізгі тірегі және басты қағидаты керуендердің қауіпсіздігі болады. Бұндай қауіпсіздікті орасан зор алып күші бар. Мықты жасақталған, мұздай қаруланған, қуатты да тұрақты әскері бар ел ғана қамтамасыз ете алатын еді. Біздің бабаларымыз бұл үддеден шыға білді. Дала белдеуі Қытай, Үнді, Парсы, Таяу Шығыс, Жер орта теңізі және славян өркениеттерін бір-бірімен байланыстырды. Алғаш пайда болған кезде Ұлы Жібек жолы картасы негізінен Түркі империясының аумағын қамтыды. Орталық Евразияда түркілер үстемдік құрған кезде Жібек жолы гүлдену шегіне жетіп, халықаралық аумақта экономиканың өркендеуіне және мәдениеттің дамуына септігін тигізді. Бірақ алдыда жаңа өзгерістер күтіп тұрды. Алмағайып заман келіп, ақтабан шұбырындыға ұласқан кезеңнен Құдайға шүкір аман-есен өттік. Жанымыз неткен сірет. Құдай білет, кез келген басқа жұрт мұндай жағдайда құмға сіңген судай жоқ болып көтермеді. Бірақ ұлы далалықтар ондай осал жұрттардан емес. Жарайды, қош, заман өзгерді делік. Бірақ заман өзгергенмен жағрафиялық жағдай өзгерген жоқ. Евразия сол күйінде. Бабаларымыздың негізін қалаған Ұлы Жібек жолын қайта тірілту сіз бен бізге бұйырыпты. Шығыс пен батысты жалғаған сауданың күре тамыры Ұлы Жібек жолын 5 ғасырдан кейін қайта жаңғыртуды біз ұсындық және қолға ала бастадық. Әлемде транзиттік жолдары бар елдер жылына $1 триллион табыс табады екен. Ойланыңыздаршы, $1 триллион. Ал біз ше? Ол енді айтқан сөзін жерге тастамайтын, ар мен намысты бәрінен биік қоятын сіз бен бізге байланысты. Демек, бастаған істі бітіру керек. Бұл қазақтың мінезі. Бұл сенің болмысың.